Құрметті Ерлан Жақанұлы, менің депутаттық сауалым премьер-министрге және қорғаныс министріне арналады. Дәл қазір біз жан-жағымыз отқа оранған, ертеңіміздің не боларын білмейтін алмағайып заманда өмір сүріп жатырмыз. Саяси ойындар төбеңнен соққанда досыңның қасқа, көршіңнің жауға айналғанын көріп отырмыз. Қауіп-қатер қай жағымнан қаптайды деп талапкер түн ұйқысын төрт бөледі. Ұйқыда үнеммен жата берсең, үстіңе қаптап лаулап өрт келеді дегендей, дәл қазір біз ұйқыда жататын уақыт емес, жарақтанатын уақыт, бес қаруын сайлап қамданатын уақыт. Құрметті Әлихан Асханұлы, Руслан Фатихұлы, Жүсіп Баласағұн атамыздың «Құтты білік» деген кітабы бар. Сол кітапта әскер басы деген үлкен тақырып бар. Соның ішінде былай дейді: мемлекеттің бақыты екі нәрсеге байланған. Бірінші сақтық, екіншісі әділ заң. Қандай да бір бек сақ болса, елін қорғайды, дұшпаннан үстем болады. Әй патшам, әскерің әрдайым дұшпаннан үстем болсын. Күмәнсіз бекке әскер басы керек, жараспаған дұшпанның ұйқысын қашыру үшін. Бұл іске құрыштай қатал, соғыс ісін жетік меңгерген, тәжірибелі ер жүрек батыр керек. Әскерді бастау, шеп құру, отанды жаудан қорғау үлкен іс. Бұл іске таңдаулы, қырағы, ақтиятты, ұйқылы ояу емес ер керек. Осалдығынан бәлеге ұшырамасын. Әскер басы тәкаппар емес, көңілі кең, жомарт әрі суыққанды болсын. Сондай-ақ дастарханы кең болсын. Назар сал, сол кезде оның маңына таңдаулы мәрт жігіттер жиналар. Әрі олар тәтті жандарын пида ете отырып, таулар мен далаларды бағындырады, әрі мемлекетіне қорған болады делінген. Осыдан 1000 жыл бұрын ел билеген бабаларымыздың әскеріне ерекше мән беріп, әлемге үлкен үстемдік құрған мәрт жігіттер деп отырғаны бүгінгі тілмен айтсақ, арнайы жасақ деуге болады. Заманауи технологияларды меңгерген, ғылым мен білімді, соғыс өнерін ерекше меңгерген арнайы жасақ құру қажет дәл қазір бізге. Тарихта біз аз ғана әскерімізбен көпті жеңген кездеріміз болған. Соның ішінде мына Орбұлақ шайқасындағы Салқам Жәңгір атамыз, ханымыз 600 ғана жігітімен Батыр Қонтайшының 50 000 әскерін талқандаған кез болған. Мәселе әскердің санында емес, сапасында және рухында. Біз қуатты мемлекет болу үшін қуатты әскеріміз болу керек. Қуатты әскері болу үшін біз кішкентайынан бастап намысты ерлер тәрбиелеуіміз қажет. Намысты ерлер тәрбиесін біз балабақшадан, мектептен бастаймыз. Оларды отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа, ана тілін құрметтеуге, дәстүрімізді сақтауға, тарихымыз бен әдебиетімізді терең оқуға, батырлар жырын жаттауға. Мәселен, кішкентай балалар едіге деген ер екен, ердің қамын жер екен, ел шетіне жау келсе, мен шығайын дер екен деген жырды жаттап өскен бала, ол еліне отандың махаббаты және отанын қорғау парызы болмақ. Отанды қорғау барымызға парыз, баршамызға парыз. Бүгінгі таңда әкім қараның баласы деп бөліп жармай, барлық ер азаматтар отан алдындағы борышын өтеуге, әскерге баруға міндетті. Барлық әскери бөлімдерде бүгінгі таңда Қасым Қайсенов, Рахымжан Қошқарбаев, Сағадат Нұрмағанбетов, Әлия Мәншүк Хиуаз сынды батырларымыздың өмірі мен кітаптары, әсіресе соғыс өнерінің Гималайы Бауыржан Момышұлы атамыздың 30-ға жуық барлық шығармалары сарбаздарымызға міндетті түрде оқытылуы қажет, және бұл енгізу керек. Өкінішке орай өзіміз қадірін біле алмай отырған Бауыржан Момышұлы атамыздың еңбектері әлемнің 8 елінде әскери білім ретінде оқытылады. Әскеріміз физикалық тұрғыда күшті болу үшін ММА, бокс, аралас жекпе-жек, jiu-jitsu спорттарын кіргізуіміз керек айналысуға. Одан кейін әскери әмірлер, бұйрық пәрмендер, әскери құжаттар тек мемлекет тілде ғана берілу қажет. Әскери құпия құжаттар мен бұйрықтарға қолжетімділікті шектеп, оларға баратын адамдарды қатаң түрде қадағалау қажет. Әр жылда шет мемлекеттермен тәжірибе алмасу мақсатында сарбаздардың біліктілігін арттыру үшін әскери қуатты мемлекеттерге сарбаздарымызды жіберіп отыруымыз керек. Одан кейін барып әскери қызметкердің отбасылық жағдайы ескерілу керек, баспанамен қамтамасыз ету, атқарған стажына сай қосымша көптеген әлеуметтік жеңілдіктер жасалу керек. Дәл қазір біздің елімізге әлемдегі орын алып жатқан әскери қақтығыстарды ескере отырып, келесі салаларға аса мән бергеніміз жөн. Бірінші, пилотсыз ұшу аппараттарын басқарушылар санын көбейту аясында оқу орындарында дрондармен ұшу, құрастыру, жетілдіруге қатысты жан-жақты қамтылған бағдарламаларды мектептерге енгізуіміз қажет. Екінші, әскери медицина аясында сарбаздардың өз-өзіне жедел көмек көрсету бағытын мектептерде, жоғары оқу орындарында кеңінен үйрету, оған қажетті материалдық оқу құралдары мен медикаменттермен қамтамасыз етуіміз қажет. Қару-жарақ, оқ-дәрімен қамтамасыз ету бағдарламаларын әлемдік стандартқа көшіру керек. Бізге әлі күнге дейін санау совет заманынан қалған қару-жарақтарға, сол техникаларға қызмет көрсету белгілі бір елден ғана екенін ұмытпауымыз керек. Әлемдік
Аяқтаңыз, тағы бір қосыңыз микрофон депутат Назаровтың. Әлемдік озық технологияларды елімізге алып келіп, заманауи қажетті қару-жарақ шығару, өндірістерді өзіміздің елде ашуды қамтамасыз етуіміз керек. Құрметпен депутат Ардақ Назар. Рахмет.